Армысыздар достар. Бүгін мен сіздермен қолдың нанын пісіретін боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастаймыз. Енді 1 литр суға жылы су аламыз. Оған 1 ас қасық тұз саламыз. Және 1 ас қасық шекер саламыз. Араластырамыз. Енді оның үстіне 1 ас қасық дрожжи салып араластырамыз. Енді оған майымызды, сары майымызды салып, сұйық майымызды да қосамыз. Бәрін бірге араластыра береміз. Оған енді ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап июі қанғанша илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды жылы жерге орап, 35-40 минут болмаса 1 сағатқа қойып қоямыз. Әрқайсысын осылай зуала жасаймыз. Бізден 8 нан шықты. Енді бетіне жағуға 1 жұмыртқаға 1 қасық майонез салып жақсылап араластырамыз. Ол не үшін десеңіз, наныңыз жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Енді табамыздың астын майлап аламыз да, нанымызды салып, шанышқымен басып, жұмыртқаны жағып, конжир себеміз бетіне. Содан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің нанымыз дайын. Өте жұмсақ болып, әдемі, иісі деген мүңкіп пісті. Сіздерге де осыны жасауды ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын.